ата-ананың діни сауатты болуы қазір қоғамда маңызды. Не үшін? Себебі біздің балаларымыздың жат ағымға кетпеуіне себепші болатын осы нәрсе. Бала діннен бір нәрсеге қызықса, ол ата-анасынан сұрайды. Ал ата-анасы оны білмесе де, оны білетін адамға апаруы өте маңызды. Дін ағымында жүрген кей іні бауырларымызбен сөйлескен уақытта біз сұраймыз, бұл қадымға не үшін бардың? Бұндай теріс ілімді алуға не себеп болды деп сұраған уақытта айтатыны: анамнан сұрадым, әкемнен сұрадым, білмеді, кейін мен сырттағы адамнан сұрадым. Өйткені бір сұрақ туындаса, оның жауабын адам білу керек. Білу үшін не істейді? Бірінші ата-анасынан сұрайды, білмесе кейін әлеуметтік желіні қопарып содан іздей бастайды. Ол қай жерден жауап табады, соны дұрыс деп санайды. Сол үшін қазіргі уақытта ата-ананың да діннен хабардар болуы өте маңызды. Баланың сұрағына жауап беру. Себебі қазір балаларда, жастарымызда дінге деген қызығушылық бар. Сол дұрыс бағытта жүру үшін, ол намаз бастағаннан кейін ағымға еріп кетпейді деген сенімде нық болу үшін бірінші ата-ана жақсы діни сауатлы болу маңызды. Немесе балаңыз дінге деген қызығушылық танытып, сұрақтар туындап жатса, оны мешіттегі имамдарға апарыңыз. Немесе теологтарға апарып, солардың алдына сұрағын қойғызып, дұрыс жауабын алуға сіз де әрекет жасауыңыз керек.